Ғайса пайғамбардың қиссасы. Қубас хикаясы. Ғайса пайғамбар жолда жатқан бір қубасты көріп, оның иесімен тілдескісі келді. Алладан: «Я Алла, мына қубасқа тіл бітір, кім екенін білейін» деп сұрады. Алла қубасқа тіл бітірді. Ғайса: «Әй қубас, еркексің бе, әйелсің бе, жайыңды баянда» деді. Қубас: «Затым ер, бір заманда Шам шаһарының патшасы болдым» деді. «Патша болсаң неге алтыннан мазарың жоқ, сүйегің неге шашылып жатыр» деді. «Ей Ғайса, өлген соң патшада бір, пақырда бір екен. Қабірстанда мазарыңа ешкім қарамайды. Ел жұрты ұрпағы еске алып, соңынан дұға жолдайтын әруақтың ғана жағдайы жақсы болады екен. Сен бұл күйге қалай түстің?» деді Ғайса. «Мен Шам шаһарының патшасы едім. Менен бәрі қорқады. Айтқаным өтіп, атқаным тиіп тұрды. Даңқым жер жарды. 100 000 құлым, 4 000 уәзірім болды. Мыңдаған тазы жүгіртіп, 100-деген сұңқар салдым. Жеңбеген жауым, алмаған қамалым қалмады. Халқыма әділ болдым. Оларды тойындырдым, сән салтанатқа қарық еттім. Bir күні аңнан келе жатып, жас тоқалымның үйіне түстім. Шай үстінде бір мүсәпір қайыр сұрап босағаға келді. Тоқалым тырысқан соң, соның қабағына қарап, мүсәпірді қуып жібердім. Ертесіне үстіме жара шығып, бүкіл денемді басып кетті. Барлық емші балгерді алдырттым. Ем қонбады, шипа дарымады. Ажал сағаты соқты. Әзірейіл де келіп жетті. Оның түрі сұсты екен. Табаннан тартып, шыбын жанды мұрнынан суырды. Жан шығарда көз алдыма баяғы қайыршы келді. Кеселдің неден келгенін сонда бірақ түсіндім. Өкіндім, бірақ кешет. Ертесіне қабірге апарып мені қойды. Көрге 2 періште кірді. «Ей бейбақ, не жиғаның бар?» деп сұрады. «Зәулім сарайымды, мыңғырған мал мүлкімді көрсете алмадым. Дүние мүлік пәни жалғанда ғана сесекен. Бар жасаған игі амалымды, сауап садақамды алдарына тостым. Олар таразының бір басына қайыр садақамды, екінші басына қайыршының наласын салды. Кісі наласы ауыр тартты. Екеуі 2 аяғымнан сүйреп тозаққа тарта жөнелді. Мен олардан: дүнияда халыққа көп жақсылық жасадым. Талай малымды елдің игілігіне жараттым. Не үшін сауабын жеңіл тартты? Алланың әділдігі қайда деп шыңғырдым. Олар: «Я, жақсы істерің көп екен, бірақ салмағы жоқ. Себебі көпке көмегің тигенмен, көп ішінде мақтанып айтыпсың. Сол істерің үшін нәпсің мақтау тілеп, бодау дәметіп тұрады екенсің. Міндетсінген мінезің сауап істердің салмағын жойған» деді. Ақырында мақтаншақтықтың кесірінен тозақтан бірақ шықтым деді Қубас. Ғайса: «7 тозақты көрдің бе? Кімдер жатыр екен?» деп сұрады. «Көрдім. Біріншісі Аужа деген тозақ. Онда бақсыз пенделермен таныстым. Хақтың іліміне, Алланың пайғамбарына мойынсұнбаған залымдар ішінде толып жатыр. Олар Аужада мәңгі бақи зар илеп, иттей ұлып тұр. Екінші Шақыт деген тозақ. Шақыт кедейдің малын ұрлаған баукеспелер мен зинақор арсыздарға арналған. Олар қанды көлде мәңгі бақи тұншығып жатады. Үшіншісі Нақпыр деген тозақ. Ол ата-анасын, аға қарындасын, туған бауырларын сыйламаған тас бауырлардың мекені. Төртіншісі Ырсат. Онда кісі бағын көре алмаған күншілдер, жақсыға жала жапқан өсекшілер азап тартады. Олардың тілдерін отқа қариды. Бесіншісі Ләзит.
Ол жеке басының рахаты үшін елді алдап, арам байыған 200 діндарларға арналыпты. 6-шы Катим деген тозақ. Ол шұңқырда жалған айтып, пара алған әкімдер мен адамды нақақ соттаған қазылар және момынға қиянат қылған залымдар қамалыпты. 7-шісі Жаһаннам. Жаһаннам басынан сөз асырмайтын тәкаппарлар мен момынның көңілін қалдырған, мүсәпірді жәбірлеген адамдарға арналған тозақтың түбі екен. Мені сонда апарып тастады. Содан бері астымда от, жегенім шоқ, ішкенім қанды ірің деп жылап қоя берді. Ғайса қу басты аяп: «Я Алла, рұқсат етсең, мына қу басты мен қайта тірілтейін. Қателігін түсінді, жаңа өмір бастасын» деді. Ұлық Алла рұқсат етті. Қу бас тіріліп адамға айналды. Ғайса: «Енді қалай өмір сүресің?» деп сұрады. Ол: «Өле-өлгенше тірі жанға қуаныш сыйлаумен өтем, елге риясыз қызмет қылам» деді.